Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютерде жұмыс істеу кезінде өзіңе қалай зиян келтірмеуге болады. Үйренетініміз қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары, кабинеттегі ережелер мен талаптар, алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Компьютер түсінігі қауіпсіз жұмыспен тығыз байланысты. Қалай ойлайсыңдар, компьютер алдында неге ұзақ отыруға болмайды? Компьютер алдында ұзақ отыру барысында ең алдымен өзіміздің денсаулығымызға зиян келтіруіміз мүмкін. Мен жұмыс істеген кезде, яғни ең алдымен көзге күш түседі. Компьютермен жұмыс істеген кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Кірпік қақпай отырғаннан көз құрғап талады. Ал бұл көздің көру қабілетінің нашарлауының бір себебі болып табылады. Көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Ол үшін мына талаптарды орындау керек. Мониторға дейінгі, яғни ара қашықтық 60-70 сантиметрден кем болмау керек. Компьютер алдындағы жұмыс 15-20 минуттан аспауы тиіс. Көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген жаттығуларды жиі жасап отыру қажет. Көзге арналған жаттығуды компьютермен жұмыс істеген уақытта әрбір 10-15 минут сайын орындап отыру керек. Оқушылар, компьютер алдында дұрыс отырмау омыртқаның қисаюына әкеледі, дене бітімінің дұрыс дамуына зиян келтіреді. Ұзақ отыру жүйке жүйесіне кері әсерін тигізеді. Компьютер алдында ұзақ отыру, монитормен ара қашықтықты сақтамау көздің көру қабілетін нашарлатады. Компьютер электр тоғына жалғанғандықтан, сымда ақау болса, тоқ соғу қаупі бар. Оқушылар, компьютерді пайдаланғанда арнайы ережелерді қатаң сақтау керек. Басты сәл еңкейтіп ұстаймыз, иығымыз еркін, арқаны тік ұстаймыз, тізе тік төртбұрыш болып бүгілген, саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан, оқу құралдары оқушының алдында орналасқан. Оқушылар дәптермен жұмыс жасаймыз, яғни есте сақта ережесін жазып аламыз. Компьютермен жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін мұқият сақта. Барлық техникалық құрылғылар тоқ көзіне жалғанғандықтан кабинетте жұмыс жасағанда абай болу керек. Күйіп қалған жағдайда көрсетілетін көмек. Жарақаттанған жерге микробтар түспеуі үшін алдын ала целлофанмен орап, суық суда ұстау қажет. Күйген жерді таңғышпен орап қою қажет. Дәрігерді шақырту керек. Оқушылар, енді біз сұрақтарға жауап берейік. Жұмыс істеу барысында компьютер алдында қанша уақыт отыру қажет? Көз бен монитордың арақашықтығы қанша болу керек? Компьютермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Оқушылар, себебін анықтайық тапсырмасы 3 топқа 3 тапсырма. Компьютер алдында неліктен ұзақ отыруға болмайды? Екінші топ, көз жаттығуларын не үшін жасаймыз? Үшінші топ, компьютер алдында дұрыс отыру ережелері неліктен маңызды? Оқушылар, сергіту жаттығуын орындаймыз. Көз жаттығуы тақтаға қараймыз. Оқушылар, топтық тапсырма, яғни талдап салыстырайық. Қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзу салдарын талда. Тақырыптың негізгі түйінін айт. Компьютер алдында отырған кезде нені ескеру керек? Оқушылар, компьютермен жұмыс орындаймыз, яғни сөйлемдерді мәтіндік редакторда теріп, компьютермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін толықтырамыз. Оқушылар, кері байланыс жасаймыз, бес саусақ әдісі, бас бармақ, басты мәселе, яғни бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Балалы үйрек бірлесу. Мен топта қалай жұмыс жасадым, кімге көмектестім? Ортан терек ойлау. Мен бүгін қандай
білім мен тәжірибе алдым. Шылдыр шүмек, шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Кішкентай бөбек, көңіл күй ахуалы. Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім?